Күнделікті өмірдегі есептеулер тарау бойынша есеп шығару және ақшаны қалай төлейміз тақырыбы. Сабақтың мақсаты әртүрлі тиындар мен түрлі операцияларды орындау, қосынды мен қалдықты табуға арналған есептер шығару және талдау. Бірінші мысал. Назым асханадан тоқаш пен бір стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге, бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Есептің қандай бөліктерден тұратынын еске түсірейік. Есеп екі бөліктен тұрады. Бірінші шарты, екінші сұрағы. Сонымен қатар шешуі мен жауабын біз табамыз. Бұл есептің шарты: Назым асханадан тоқаш пен бір стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге, бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Ал сұрағы: Назым қанша ақша жұмсады? Енді біз шешуін табу үшін алдымен сызбасын сызып аламыз. Бөліктерін және тұтас бүтінді табамыз. Бөліктер белгілі, бүтінді табамыз. Ол үшін екі бөлікті қосамыз. Сонда бізде 20 қосу 30 теңгелу. Назым 50 теңге жұмсады. Бүгінгі алған білімдерімізді қолдана отырып, орындап көр тапсырмасын орындаймыз.